Өмір тепе-теңдік пен сынның, құрмет пен қорлаудың арасындағы жіңішке жол. Адам баласы өз қадірін өз қолымен қалыптастырады. Біреу сені сыйламаса, әлде аяғыңнан басса, бәрі сенің ішкі ұстанымың мен өзіне деген құрметіне байланысты. Ата-бабаларымыз өзіңді сыйлағанды елге сыйлайды деп бекер айтпаған. Егер өзгелердің басына шығуын қаламасаң, бұл екі нәрсені жақсы көр. Өз орныңды біл және өз қадіріңді ұмытпа. Біріншісі, өз орныңды білу адамды менсінбеу емес, өз орныңды сақтау. Кейде біз жақсы адам болайын деп, бәріне жағуға, бәріне көмектесуге тырысамыз. Бірақ шеттен тыс жұмсақтық әлсіздік болып көрінеді. Сонда өзгелер сенің жұмсақтығыңды пайдаланып, сенің мойныңа мініп алады. Қазақтың адақ мінсе ердің қанаты, адам мінсе ардың соры деген осыдан. Үлкен кісілер айтатын: жақсылықты шеттен асырсаң, жаманның ермегі боласың. Үндемей жүре берсең, әлсіздің көрмегі боласың. Өз орныңды білу ашу емес, бұл тәртіп. Кімге неше рет көмектесуге болатынын, қай жерде жоқ деп айту керегін білу үлкен даналық. Өз орныңды білмеген адам өз қадірінде жоғалтады. Ал өз орныңды нақты білетін адамды жұрт та сыйлайды, дұшпан да ойланады. Бабаларымыз өз орныңды білмесең, өзгенің отына киесің деген. Екіншісі, қадіріңді ұмытпа. Өзін сыйламағанды ешкім сыйламайды. Өмірде ең ауыр соққы өз қадіріңді өзіңнің аяқ астына түсіруің. Кейде біз тыныштық үшін ұят болады деп, не болмаса сөйлесем, үнемі жұққалар деп, бәріне өзімізді екінші орынға ысырамыз. Сол кезде айналаң да саған дәл солай қарай бастайды. Қазақта бір ұлы сөз бар: қадіріңді өзің кетірсең, қайтып таппайсың. Әже-аталарымыз айтатын тағы бір нақыл: өз қадіріңді білген өз басын қорламас. Қадірлі бол. Өзіңнің ішкі құныңды сезіну. Ол байлықпен, атақпен, киіммен өлшенбейді. Ол жүректегі сеніммен, ісіңнің түзу болуымен өлшенеді. Өз қадіріңді сақтаған адам ешкімнің алдында еңкеймейді. Өйткені ол өз арын биік қояды. Ата-бабаларымыз өмірдің таразысын жақсы түсінген. Олар өз басыңды өзің көтер, өзгенің көмегін күтпе деп айтқан. Өзіңді басқарсаң ерсің, өзгені басқарсаң елсің. Ардың жолы ауыр жол, бірақ қадірдің соңы сол жолда. Мұндай сөздер ғасырлар бойы көрген өмірдің сабақтары. Солардың тәжірибесі бізге айна болуға тез. Егер өзгелердің басына шығын қаламасаң, өмірде осы екі нәрсені есінен шығарма. Біріншісі, өз орныңды біл. Жақсы болам деп өзіңді әлсіз етпе. Екіншісі, қадіріңді ұмытпа. Өз құнын білмегенді ешкім бағаламайды. Ата-бабаларымыздың өмірінде осы екі қағида алтын ереже болған. Олар асығыс сөйлеп, көп ойлаған, біреуге жалын байлап, өз еңбегімен қадір тапқан. Солардың ізімен жүрген адам ешқашан өзгенің табанының астында қалмайды. Өз қадірің өз қолында, өз орның өз ойыңда. Кім өзін сыйласа, соны өмірде сыйлайды. Өз орныңды біл. Өзінің кім екеніңді ұмытпаған адамның ешкім басына шықпайды. Өзіңді сыйла, өзін сыйлағанды өмірде адам да сыйлайды. Әр адаммен шаман шарлас. Жоқ деп айтудан қорқып, бұл біреуклік емес, өз қадіріңді түсірме. Жұмсақтың жақсы, бірақ шеттеңді асыра баспа. Артық иілсең сындырады. Кіммен сыр бөліссең де таразылап бөліс. Сенгеннің бәрі сенімді бола бермейді. Мейірімді бол, бірақ әлсіз болма. Мейірім мен әлсіздіктің арасы жіңішке. Өз сөзіне елеу жаса, айтқан сөзіңмен істеген ісін бір түйірден шықсын. Өз уақытыңды қадірле. Уақыты қадірсіздің өмірі де қадірсіз. Ашу үстінде шешім қабылдама. Ашудың арты өкініш. Кімге жақсылық жасасаң, саудаға айналдырма. Ізгілік ардың ісі. Артық сұрау айып па? Айтылған сөз босап кеткен қоқыс сияқты. Адамның мінезін немесе ниетін бағала. Мінез уақытша, ниет мәңгі.
Өз еңбегіңнің бағасын біл. Тегінге берілген еңбектің қадірі жоқ. Сені төмендеткен адамнан алыста. Төмендету 1, менсінбеу 2. Кіммен сөйлессең де сабырлы бол. Сабыр ақылдың айнасы. Өзіңді кем көрме. Өзгені биік қылған өзіңнің төмен көзқарасың. Қадіріңді сақтағың келсе, сөзде де, істі де тура айт. Өзіне жақын адамнан да әділет сұра. Әділетсіз мейірім әлсіздік. Құлақ естігенге емес, жүрек сезгенге сен. Жүрек алдамайды. Қорыққаннан емес, ақылмен шегін. Кейде артқа шегіну жеміс. Саған орынсыз сөйлегенге үндеме. Тыныштық ең биік жауап. Сен істі жасаған адамнан үйрен. Өйткені сен шындықтың көлеңкесі. Арсызға жолама, ақылына обал. Арсызға жауап, үнсіздік. Түбі жақсылық болмайды, қарым-қатынасты үзе біл. Өз мақсатыңды өзге үшін құрбан етпе. Мақсатсыз, қадірсіз. Басына шықпасын десең, басынды биік ұста, бірақ кеуденді көтерме. Өз қадірін ұқпағанның үстіне шаңын төгет. Сөзін тыңдамайды, тым иілген мойнының үстіне бәрі отырады. Біреудің көңілін тапқанша өзіңді жоғалтпа. Қыздың көңіліне қыраған жақсы, бірақ өз ар-намысыңды таптама. Қадіріңді білмегенге көңіл бөлме, көңіліңді ауыртпа. Өз құныңды білмегеннің сөзі де, ісі де өтпейді. Кім өзіне қожалық етсе, соны өмірде сыйлай алады. Қыздың табанына тапталған абырой қайта көтерілмейді. Басынды төмен етсең, мойныңа жүктер ілінеді. Өзгені көтеру, өзіңді кеміту емес, өзіңді ұмытпа. Бір ет иілген адамға қайта тік жүру қиын. Қадіріңді сезбегенге ақылыңды рәсуа етпе. Тым жуас болма, сабырлы болма. Тым қаталда болма, әділ бол. Өмірде ең үлкен жеңіс өзіңді жеңе білу. Көңілің таза болса, сөзің өткір болады, соны ұмытпа. Құрметті сатып алуға болмайды, ол жүрісімен көрінеді. Кім өзін қорламаса, оны өмірде қорламайды. Өз қадірін сақтаған адамды уақыттың өзі қорғайды. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын.